Бүгін біздер бар болғаны 3 ингредиенттен жасалатын сырный шарики жасайтын боламыз. Міндетті түрде істеп көріңіздер, өте оңай, өте дәмді. Бірінші сырымызды теркадан өткізіп аламыз. 360 грамм сырды және де 2 жұмыртқа саламыз. 3 ас қасықпен ұн саламыз, жақсылап араластыратын боламыз. Бізде осындай масса шығады, қолға жабысатын болады, сондықтан осылай ұн жағып аламыз. Енді формасын жасайтын боламыз. Осылай 4 бөлікке бөлеміз. Негізі барлық шарике бір-бірдей шықса әп-әдемі болып шығады, сондықтан өлшеп алған жақсы. Мен 14, 13, 15 граммнан алдым. Қолымызбен дөңгелетеміз. Өлшеп алдым, 14 грамм болып шықты. Енді бұны майға қуыратын боламыз. Қуыруға ыңғайлы болу үшін осындай кішкентай ыдысқа құйдым майымды. Өте тез піседі, 1-2 минут кететін шығар осылай пісуіне. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Және де қыздар, менің YouTube арнамда осындай тегін мастер-класс бар. Бұны үйреніп сіздер тапсырыс қабылдасаңыздар да болады. Дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Бұл тек менің оқырмандарыма ашылады, сондықтан подписаться кнопкасын басыңыз.